Сәлем достар, дәл осындай видео жасағыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайықты болса лайк баса отырыңыз. Алда жаңа дүниелерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздерге қызықты DID платформасын ұсынбақпын. Сабақ барысында және түрлі видеоларды жасауда қолдансаңыз болады. Ол үшін Google-ға DID деп жазамыз, одан кейін Studio DID-ді таңдаймыз. Осындай парақша ашылады. Мінекей менде бұл жерде тіркеліп қойған, өз аккаунттарыңызды жазып, осы жерге тіркелсеңіздер болады. Ары қарай видеоны қалай жасаймыз? Креатив видео дегенді таңдаймыз. Одан кейін өзіңізге қажетті кейіпкерлерді таңдасаңыз болады. Мінекей осындай кейіпкерлер бар. Сондай-ақ мына жерде өзіңізге қажетті кейіпкерді таңдап, оған дауыс жазуға да болады. Сосын сөйлету үшін мұнда біз тексті жазатын боламыз. Мәтінді жазып біткеннен кейін міндетті түрде тілді таңдаймыз. Яғни сіздің кейіпкеріңіз қай тілде сөйлеуі қажет. Мінекей қазақ тілін таңдадық. Одан кейін тағы бір мәселе, мына жерде екі дауыс бар. Айгүл және Дәулет деген. Егер де сіз ер адамды таңдасаңыз Дәулетті таңдайсыз, қыз баланы таңдасаңыз Айгүлді таңдауға болады. Тағы да осында одан кейін біткеннен кейін генератор видео дегенді таңдаймыз. Мінекей видеомыз дайын болуға жақын. Одан кейін генераторды таңдайсыздар. Мінекей бізде видео дайын. Видеоны ұялы телефонға немесе компьютерге жүктеп алу үшін мінекей жүктеу батырмасын басатын боламыз. Жүктелуде және де біздің видео жүктелді. Достар, сізге пайдалы болса, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Алда талай қызықты дүниелерді күтіңіздер. Бізбен бірге болыңыз. Назарларыңызға рахмет.